Каналыма қош келдіңіздер, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге үйдегі бар заттардан жасалатын керемет десерттің рецептін көрсететін боламын. Видеомды соңына дейін қарап отырыңыздар. Бізге керегі осындай печеньелер, қаймақ және осындай форма керек болады бізге. Сол формамызға дайындайтын боламыз. 20% қою осындай қаймағымызды аламыз. Оның үстінен оны бір кеңдеу ыдысымызға салып алып, оның үстінен сгущенкамызды құятын боламыз. Қаймақты көбірек дайындасаңыздар, печеньемізге сіңіп, өте жұмсақ болатын болады. Қаймағымыздың үстінен 20% қаймақ менде, енді оның үстінен сгущенкамызды саламыз. Оны да жақсылап біркелкетіп араластырып аламыз. Қаймағымызды дайындап алдық, мінекей. Өте керемет, тәттілігі де керемет болып шығады. Енді осы сұйықтығымызды бір шетке алып, формамызға печеньемізді салып шығатын боламыз. Кез келген формаға жасай берсеңіздер болады. Печеньелерімізді біріншіден осылай қойып шығамыз. Егер қаласаңыздар, печеньені кофеге, яғни суға ерітілген кофеге батырып отырып жасасаңыздар да болады. Бірақ мен дәл осылай жасадым. Өте жұмсақ болып дайындалады. Қаймақты көбірек құюға тырысыңыздар, сол кезде печеньеге сіңіп, сочный болып шығатын болады. Біркелкетіп қаймағымызды жағып шығамыз. Енді осы қатарды қайтадан жалғастыратын боламыз. Печеньемізді теріп, әдемілеп қойып шығамыз. Енді оның үстінен тағы да қаймағымызды саламыз. Жақсылап жайып тегістеп шығамыз. 2-3 қатар етіп жасасаңыздар болады. Биіктігін келтіріп, өте дәмі ерекше болып шыққан керемет, мінекей, печеньемізді істедік. Енді оның 3 қатар печенье жүргіздік. Оның үстінен енді қаймағымызды құятын боламыз. Қаймағымызды тегіс жағылуына мән беріңіздер. Печеньеміз құрғақ болып қалмауы қажет. Мінекей, көбірек етіп құйып шықтық, және де ісімізді аяқтап болдық. Оның үстінен шоколадты ерітіп, соны құйсаңыздар өте керемет болып шығады. Менде какаоны осылай бетіне сеуіп шықтым. Какаомен де дәмі келісіп, өте керемет болып шығатын болады. Дәл осы дайын десертімізді енді холодильникке қойып алатын боламыз. 30 минут немесе 1 сағаттай тұра берсе де ештеңе етпейді. Бір-біріне сіңіп, өте керемет болып шығатын болады. Мінекей, десертіміз айтарлықтай дайын болып қалды. Осылай керемет болып шығады. Мен де суретке алдым, сол үшін осылай кішкене шетінен бөлінген болып тұр. Жұмсақ болып шыққан. Видео ұнады деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, лайк қойып кетіңіздер, және де каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өте керемет рецепттерді менің каналымнан табатын боласыздар. Енді печеньеміздің сызығы бойынша кесіп аламыз, және де оны тарелкаға ұсынып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Жұмсақ болып шыққан, тұрған сайын жұмсара береді. Қаймағын аз етіп қоймауларыңыз керек. Үйлеріңізде печеньелер желінбей қалатын болса, дәл осылай балдарыңызға жасап беріңіздер. Барлығын керемет сүйсініп отырып жеп қоятын болады. Жұмсақ болып шыққан. Назарларыңызға рахмет. Бізге ас болсын.